Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда сәтті шығатын жұмсақ жұқа құймақтардың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің салмағы өлшеніп, описаниеда жазылып тұр, және міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз қосып араластырып жібереміз. Және осы жұмыртқаға 5 ас қасық қант қосамыз. Араластырып, електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнды бәрін бірге салып жібермеңіздер, електен шетінен өткізіп қосып тұрыңыздар. Және жақсылап араластыру қажет, міндетті түрде біздің массалар бірігуі қажет. Ал енді жақсылап араластырып болғаннан кейін бізде қою масса шығады. Осыған 1 стакан сүт құямыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Жаңағы қалған ұнымызды електен өткізіп қосып араластырамыз. Ал енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Төрт ас қасық иіссіз сұйық май құйып, жақсылап араластырып жібереміз. Мінекей біздің құймағымыздың қамыры дайын болды. Осындай масса шығу қажет, сұйықтау. Ал енді қатты қызып тұрған табаға құйып жасаймыз. Таба міндетті түрде қатты қызып тұрған болу қажет. Қатты қызған табаға жасасаңыздар, осындай тесік боп әдемі болып шығады. Мінекей достар, жасап көріңіздер. Сіздерде де бір жасағаннан сәтті шығады. Видео рецепт ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы жолда менен қандай рецепттер күтесіздер, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер достар. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.